Қобыланды, тоқташ, ілгермей жатырмын. Тез жүрші Қарлығаш. Өзің білесің ғой. Естемес аға, кешіккенді ұнатпай. Ештеңе етпес. Күнде жаттығасыңдар ғой. Демал, ақыл ойыңды босат. Жақсылап көздеп, жебені жібер. Ха, дәл дейді. Көрдің бе естемес аға? Көрдім, тоқтама. Ары қарай кеттік. Ал енді бір жебемен ат. Жақсы, бүгінге жетер. Жүр, қарындасын күтіп қалған шығар. Аға, анау керемет садағыңды маған қашан бересің? Енді сай келген шығармын. Ол садақ тек нағыз батырға көнеді. Батырдың нағыз өзімін ғой. Менен қайратты, епті мерген жігіт таппайсың. Балам-ау, ерлік білекте емес, жүректе. Жүректе дейсің бе? Мен деген жүрек жұтқан батырмын. Қазір-ақ дәлелдей аламын. Жау көзіме түсінші. Менен қашып құтыла алмайды. Дәл тигіздім, көрдіңдер ме? Жебені босқа жіберме деп қанша рет айттым саған. Босқа жібермедің ғой. Шіркін, қаржап садақты берсе ғой қазір. Қобыланды, саған бәрі ойны? Ойыннан от шығады. Сен де бір ақылсына бермеш. Ананы қара. Айтып оралдым-ау ақыры.
Кеш болды. Ауа райы да бір түрлі болып тұр. Ona салыңдар. Ей, найзағайдан кім қорқады? Тез жетеміз. Уайымдамаңыз, аға. Мына тұрған жер ғой. Еш қайда бармайсыңдар. Не боп қалды? Ол қалай? Құдай-ау. Тоқта! Қобыланды! Қазір келемін. Тоқта! Қобыланды! Қайда кеттің? Bir өзің! Қобыланды! Аға, мынау кім? Бұл не нәрсе? Ол Қазан ханның жауынгері. Қазан хан деген кім? Бәрін кейін түсіндіремін. Жүр балам, бұл жерде қалуға болмайды. Уақытымыз келді. Бәлелер, көрсетейін сендерге. Бәрі жақсы. Досым, саған ешкім тимейді. Бай, не еткен сұлу ат екенсің, а? Нағыз тұлпардың өзі. Екеумізді тағдыр қосты ғой деймін. Менің тұлпарым боласың ба? Онда Тайбұрыл деп ат қоямын. Алға, достым! Мә саған! Расында да нағыз тұлпар екенсің ғой!
Солайды. Meni қаланың дуалынан алып ет. Тұлпарым. Tandır ona. Кету керек, Тайбурыл. Бүгін жолымыз болмады. Біреу келе жатыр, аға. Қобыланды. Қалай ғана аман қалғаныңа таң қалып тұрмын. Мына ғажап тұлпар болмаса, құрып қалар едің. Бұл не шығарғаның? Жаудың ұясына бір өзің барып, не істемек едің, ә? Қазан ханның сазайын тартқызайын дедім. Қалай? Тартқыздың ба? Жоқ. Ғажап садағын керек кезде атпай қалды. Әрине. Ол садақ тек нағыз батырға көнеді деп қанша рет айттым. Иә, түсіндім. Батыр емес. Бар еңбегің зая кетті. Түкке тұрмайсың, Қобыланды. Балам, жүр, саған айтар әңгімем бар. Қатты кетсем, ренжіме балам. Нағыз батыр дегенім, алып, мерген, батыл болу ғана емес. Иә, есімде. Ерлік білекте емес, жүректе. Дұрыс. Нағыз батырдың жүрегі таза, ерлігін адал ниетпен жасай, және еш күдіксіз, өзіне сеніп жүреді. Күдіксіз дедің бе? Қазан ханның көзіне тік қарағанымда, бір сәтке жүрегімде күдік пайда болды. Содан садақпен аталмай қалдым. Иә,
өзім де тура сондай жағдайда болдым. Ол қалай? Содан бері көп уақыт өтті. Елімізге жауыз Қазан хан келгенде, өзің сияқты жас батыр еді. Оның таусылмас әскерімен шайқасып, Қарлы қалаға әрең жетті. Қазан ханға тек мына Садақтың шамасы келді. Менің міндетім дәлдеп ату еді. Өзімді асқан мерген нағыз батыр деп санаған едім. Бірақ шешуші сәтте күдік жеңіп, күшіме сенімім жетпей қалды. Оқ берік сауытқа қадалып тұрып қалды. Әйтеуір онысы да жеткілікті болды. Қазан ханды ұстап, қаладағы мұнараға қамады. Қазан ханды босатқан мен. Бұл менің кінәм. Оны қалай өтейін аға? Бұл сынақ, балам. Өзің таңдаған сынақ. Қорықпа. Оған да күшің жетеді. Ерте тұрып жаттығып жүр екенсің ғой. Жарайсың, балам. Жалық баған жауды жеңеді. Одан не пайда? Бәрібір дәл ата алмаймын. Бітті шаруам. Кінәға батып, жүрегіңе дақ түсті, балам. Енді қалай? Тым болмағанда жүре берейін бе? Жоқ. Мың қайғы бір борышты өтемейді деген бар. Білемін. Тоқта. Ашық көзімен дәл тигізе алмай жүрсең, байлағаның не аға? Мені күлкі қылайын деп тұрсыз ба? Тыныш. Аға, не болып кетті? Терең дем ал. Аға, қайдасың? Қорықпа, жаныңдамын.
тыныш та. Не көріп тұрсың? Ештеңе. Мұнда дым жоқ. Мынау қарлы қала ғой. Батырдың нағыз өзімін ғой. Жау көзіме түсінші, менен қашып құтыла алмай. Қазір-ақ дәлелдей аламын. Жоқ, атпаймын. Рахмет саған, қобыланды. Ал енді, бұның бәрін неге қалаймын деп өзіңнен сұра. Не? Ол не дегенің аға? Мен оны қалаған жоқпын. Қане, сұра өзіңнен. Бұның бәрін неге қалаймын? Тағы. Бұның бәрін неге қалаймын? Аға, анау керемет садағыңды маған қашан бересің? Ол садақ тек нағыз батырға көнеді. Нағыз батырға көнеді. Аға, мен түсіндім. Тыңдап тұрмын. Ғажап садағыңа сай, нағыз батыр болғым кел. Айта бер. Нағыз батырдың жүрегі таза болу керек. Мен болсам, көкірек керіп жүрдім. Ішпейділікке үйрену үшін осындай ауыр сынақтан өтуге тура келді. Енді кінәмді өтеуім керек. Ол үшін өзіме қайта сенуім керек. Енді жаттығуға дұрыстап кірісеміз. Мергенді айтсайшы, қайдағы бір боқ мұрын бала ғой. Сынап көреміз әлі сені, батырым.
Асықпа. Абайлаш. Korkpa. Қазір. Mаған қараңды. Жақсы. Бірақ көңіліңді бөлме. Керемет. Сен мақтасың. Рахмет. Саған емес, Тайбұрылға айтып тұрмын. Сен де мақтасың. Иә. Ал енді әрі қарай жалғастырайық. Ештеңе етпейді. Бәрі жақсы. Ондай бола береді. Жоқ, менің шамам келмейді. Қайда кеттің, балам-ау? Өзіңнен қаша алмайсың. Не деген мен? Кәдімгі баламын ғой. Қазан ханға күшім жетпейді. Мұна түрімен қалай жеңемін? Айтшы, Тайбұрыл. Шіркін. Шынында да нағыз тұлпардың өзі екенсің. Маған кезігіп, өзіңе сай нағыз батырға жарымадың ау байқұс. Ана жақта бірдеңе болып қалды. Көмек керек. Алға, Тайбұрыл. Жұлдызың жансың, батырым. Сарбаздарым неге қайтпады? Жаңаларын шығарыңдар.
Естеміз аға, қарлығаш. Балам ау, қайда жоғалып кеттің? Көрші ауылға Қазан ханның сарбаздары шабуыл жасаған екен. Мен көмекке ұмтылдым. Бір өзің жеңіп шықтың ба? Сондағы түсінгенім, мейлі, нағыз батыр болмасам да, қолымнан келгенше жауға тойтарыс беріп, халқымды қорғайтын қобыланды болам деп шештім. Бәрекелді. Бұл нағыз батырдың сөзі балам. Қайтарыс көрсетіп, жақсылап шу көтеріңдер. Тағы бір ауылды сақтап қалдым. Жарайсың, қобыланды. Кел, отыр балам. Айтар сөзім бар. Не боп қалды аға? Осы жасап жүргенің әрине жақсы нәрсе. Бірақ Қашанға дейін ауылдарды құтқара бересің? О не деген қарлығаш? Көмектеспей қарап отырайын ба? Жоқ, қарындасыңның айтайын дегені, оның бәрін тоқтату үшін Қазан ханды жеңіп шығуың керек, қобыланды. Мен әлі дайын емеспін. дайынсың. Жаттыққаныңды көрдім ғой. Нағыз батырсың. Тек өзіңе сенуің керек. Қарлығаш дұрыс айтады. Ерліктің шарты өзіне сенгендік. Ол нәрсе қиын боп тұр ғой. Неге? Қазан ханды босатқан мен емес пе? Сұмдықтың бәріне мен кінәлімін. Сонда ауылдарды құтқарып, кінәңді қайта-қайта өтей бересің бе? Қинай бермей өзіңді бір жолата кешіруің керек. Қобыланды. Сонда ғана қауіптен қаймықпай, қашқанды қоясың. Рахмет саған қарлығаш. Мені қорқақ көреді екенсің ғой. Мен олай деген жоқпын. Қобыланды, тамақ жемедің ғой. Қарным тоқ. Рахмет. Барып жатам.
Қарлығаш дұрыс айтты ғой, иә. Қаша бермей Қазан ханмен бетпе-бет кездесуім керек. Алдымен кінаға батқанды доғар. Сабағыңды алдың ғой. Алғанда қандай, өмір бақи ұмытпаймын. Енді өзіңді кешірде, нағыз батыр болуды жалғастыр. Әуелі, сен мені кешір, қарындасым. Өкпелегенде жоқпын, ақымағым-ау. Мен кеттім. Абай болшы. Уайымдама, бәрі жақсы болады. Қой, Айбұрыл, шамалы демалайық. Шаршадым. Анау ағаштың жанына бетті. Мынау, белі болған қобыландының өзі ғой. Түстің бе қолыма? Ей, Боқмұрын, ғажап садағың қайда? Мына ойыншығыңмен мені жеңейін дедің бе? Садақ қайда деймін, сендей шикі өкпеге ондай нәрсенің керегі жоқ. Ол садақ тек нағыз батырға көнеді. Нағыз батыр дегенің сен бе сонда? Батыр емес, шыбындай әлсіз баласың. Ғажап садақ қайда? Қолың жетпейтін жерде. Үйің алыс емес қой, ә? Жақындарынан жақсылап сұрасам, тауып беретін шығар. Иә, дәл солай жасайын.
Ашы бұны. Солай-ақ болсын. Едігенмен босаттың ғой мені. Қарзымды өтәдін дей бер. Қарлығаш, естеміз аға. Құтқару керек. Тайбұрыл, тездет досым. Садақ қайда? Ажат садақ қайда? Мен сені таныдым, шал. Сауытыма қадалып, тұрып қалған сенің жебің емес пе? Енді қарзыңды қайтарасың. Жоқ, Қобландыға ұқсайсың. Қарындас шығарсың, ә? Бәрекелді. Нағыз олжа болды ғой. Тоқта, бәрін айтамын. Әрине айтасың. Қобландыға былай деп айт. Садақты алып, ертең алдыма келсін. Басын иіп, тұлпарын маған сыйға тартса, қарындасын қайтарам. Тездет досым. Аға, қарлығаш қайда? Құрғыр кәрілік. Қарындасыңды сақтай алмадым. Алып кетті. Қазан хан алып кетті. Жендет неме? Міне балам, тағып сен үшін сақтап қойдық. Бере салмадыңыз ба оны аға?
Қарлығаштан айырылмас едік. Ақыры апарамын ғой. Құрғыр Садақ, құрғыр Қазанхан. Дұрыс Қобыланды. Ашулан. Ашуың керек болады. Табандылық беріп, бел байлауға көмектеседі. Қорқпаңыз аға. Қарлығашты қайтарудан бас тартпаймын. Табандылық басқаға керек. Керек кезде өзіңге сенгеннен қайтпай, рухыңды көтеруің керек. Я, есімде. Қобыланды. Бұл саған ойын емес. Айтар сөзімді мұқият тыңда. Батырлық даңқты да ауыр жол бала. Шайқастар бір бөлік, халықты жаудан қорғап құтқару бір бөлік. Бірақ бәрін сақтап қала алмайсың. Сондағы ең қиыны кінәға батпай жалғастыру. Ең маңыздысы да сол. Батыр өзіне сенгенді тоқтатпай, рухын көтере білуі керек. Тайбұрыл, жан досым, қазір қоштасайық. Желмен жарысқан қанатым едің. Нағыз тұлпардың өзіне мініп, бірге жаумен шайқасқанымыз мен үшін үлкен құрмет. Сендей адал дос таппас едім, Тайбұрыл. Бұл Садақтың құдіреті зор. Оны тек жүрегі таза батыр ояталар. Есіңде болсын. Ерлік білекте емес, жүректе. Одан не пайда? Садақты Қазанханға беріп, Қарлығашты босатсам болғаны. Соңғы жорыққа дайынсың ба? Онда кеттік. Алға тұлпарым. Қобыланды. Қарлығаш! Танаш, Тайбұрыл, бәрі жақсы болады. Келісіп едік қой досым. Мә, ал садағыңды. Неге алмайсың? Көтермейсің бе? Тайбұрыл, қазір! Қарлығаш, қашыңдар!
Göter karuğunda. Standar buna. Sından da şireysin. Sendey beşara baskağa sarmay. Неге қаруын тастады Тайбұрыл? Рухы өз еркімен тұтқынға берілді ме? Қобыландыны құтқару керек. Қобыланды, Қарлығаш, қобыланды, мен мұндамын. не істеп жүрсің мұнда? Бекер құтқардым ба сені? Сені босатуға келдім. Керек емес. Мені қалдырып, ол жерден кет. Неге? Кінаңды өтеп болмадың ба әлі? Иә, Қобыланды, болды Қарлығаш. Осында қаламын. Зынданда отырып, ешкімге зиян тигізбеймін. жер жолдасы тәуекел дейді ғой. Тәуекелге бел буып, қанша адамға қауіп төндірдім. Жоқ Қарлығаш, ондай жауапкершілікке әлім жетпейді. Әркім өз үшін жауап береді. Кім екеніңді еске алып, өзіңе қайта сенуің керек, Қобыланды. Қарлығаш, мені қинамай қайтшы үйге өтінем. Айтқаның болсын. Кетем. Мейлі өзің сенбесең, менің сенімім зор. Жақын жерде күтіп отырамын. Қане,
ғажап садағыңды сынап көрейік. Әббәлі. Тағы. Бәсе. Не боп қалды? Қызық емес пе? Азыр қызық болады. Tüh. Nağız batır болмай шықтым ғой. Енді қайт. Басқа біреу бар ма екен? Ә? Жоқ. Басқа батыр жоқ. Есіме Қобыланды деген біреу түсті. Өзін нағыз батыр деп санаған еді. Іс жүзінде ынжық бала болып шықты. Дұрыс па? Дұрыс. Батыр болмасаң да, нысана болуға әбден жарайсың. Қане Қобыланды, көтер рухыңды. Қобыланды, оян. Тез жүр.
Тайбұрыл досым. Уақытты қыз отыр тез. Керемет! Қара, қобыланды. Неткен сұмдық. Ол қалай? Аға қайда? Есте емес аға. Болмысыңнан бас тартып тұтқынға берілгенде халықты қорғайтын батыр табылмады. Сонда бұның бәрі менің кесірім ғой. Бұның бәрі таңдағанның салдары қобыланды. Батыр болмауды таңдадың ғой. Батыр болма, халыққа қауіп төне береді. Бірақ батыр жауыздыққа қарсы шығып, әлсізді қорғай алады. Я! Ал енді кім екеніңді таңда, қобыланды. Қайлы таң, батырым. Жекпе-жек. Ақыры ояндың ба? Жекпе-жек. Әлің жетпейді ғой, бала. Жекпе-жек деймін. Дегенің болсын. Қайтпайсың, я. Мен енді ешқашан қайтпаймын. Күшті. Жата бермейсің бе, бейшара? Батыр емессің деп шештік қой. Тоқтаңдар. Есіңнен ауысқансың ба, ақымақ? Жебең жоқ қой. Ал жақсы, ойнайық. Әне, ата ғой. Нағыз батырға жебенің де керек жоқ шығар, Батыр болуды таңдаймын. Өзіме сенемін. Расында да, нағыз батырға жебенің де керегі жоқ. Ақыры сендің ғой өзіңе.